Облыстағы ішкі саясат басқармасының қолдауымен Солтүстік Қазақстан облысы белсенді жастары қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған жастар бизнес жобалары 2015 байқауының жеңімпаздары өз жобаларының іске асыруда. Жас кәсіпкерлер қаламызда шина жинақтау шеберханасын және мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған интернат клуб ашуда көздеп отыр. Марат Аскаров бизнеспен 2011 жылдан бері айналысып келеді. Алғашында азық-түлік дүкенін ашыпты. Уақыт өте құрылыс материалдарын сататын дүкен ашады. Енді оның жанына шина жинақтау шеберханасын салмақшы. Оның идеясы жастар бизнес жобалары 2015 байқауында үздік өндірістік жоба деп танылды. Енді несие алып, жобаны іске асырмақшы. Особенность моего шиномонтажа. Мен ашқалы отырған шеберхананың ерекшелігі онда 4 адамнан тұратын мобильдік топ жұмыс істейтін болады. Яғни жүргізушінің машинасы сынып қалса, мобильдік топ айтылған мекен-жайға барып, доңғалағын ауыстырып береді. Біздің қалада мұндай қызмет жоқ. Өзімде бір рет осындай қиындыққа тап болғанмын. Сол кезде шеберхана ашу туралы ой келді. Барлық қондырғыларды жаңадан сатып алмақшымын. Мобильдік топқа үлкен машина қажет. Жобаны іске асыру үшін шамамен 6 миллион теңге керек. Қажетті сома Маратта жоқ. Ол мемлекеттен несие алуды жоспарлап отыр. Ал әріптесі Ақжан Кәрім болса, даму кәсіпкерлікті дамыту қорының өкілдерімен сөйлесіпті. Жас кәсіпкердің ойына қызығушылық танытқан олар қолдау көрсететіндерін білдірген. Ақжан мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған клуб ашпақшы. Онда 3D модельдеу, веб-дизайнер және компьютерді жөндеу курстары болады. Оқушыларды үйрететін мамандар бар. Ғимарат тапсақ, келесі жылдың басында жұмысымызды бастаймыз, дейді жоба авторы. В нем обучаться все, не только инвалиды. Клубқа мүгедектерді ғана емес, оқығысы келетіндердің барлығын қабылдаймыз. Олар клубта оқып шыққан соң мамандықтары бойынша жұмысқа оңай орналаса алады. Себебі біздің қалада мұндай маман иелері қажет болғанымен, оларды даярлайтындар кем-дегем. Жобаны іске асыруға 3 миллион теңге қажет. Жұмсалған ақша бір жылда ақталады. Егер даму қоры несие берсе, біз оны 12 айдан кейін ғана өтей бастаймыз. Бұл біз үшін айтарлықтай қолдау. Клубта мүмкіндігі шектеулі жандарға 50% жеңілдік қарастырылмақ. Әр курста 20-30 адам білім алады деп жоспарланған. Фариза Жаситова, Юрий Скаков, Ақпарат.